Так, пациентка бізде послеродовая, кесарево болғанына біраз уақыт болған. Қанша жыл болды? Бір жыл 8 ай. Етеккірінде бұзылыс болғанына байланысты УЗИге түскен, УЗИінде эндометриоз деп берілген. Басқа жерде қаралғанында, сөйткенде эндометриоз екен диагноз уже бірден подтвержденный диагноз қойып, бұл кісіге уже жанин деген препарат берген. Жанин бізде гормональный препарат, ауыр препараттардың біріне жатады. Бұл қыздың жасы всего 21-де. 22-де, даже 22-де, әлі жап-жас қыз, бірден уже гормональный препарат берілген. Первая ошибка в этом. Эндометриоз қойылған кезде бірден гормональный препаратты бермеген дұрыс. Жас қызға да уже жанин препараты қандай побочка берген? Бұл қыздың либидосын қатты түсіріп жіберген. Екінші, қалқанша безіне де кері әсерін тигізген, өйткені бір-бірімен взаимосвязаны. Біздің жыныс ағзаларымызбен молочная железа, щитовидная железа бір-бірімен взаимосвязаны. За счет этого бұл қызда уже щитовидкада проблема болып бастаған. Получается раздражительно, нервозная, жыныс қатынасқа түскісі келмейді. И плюс екінші жағдай уже жыныс ағзалары микрофлорасын бұзылып кеткен. Молочница болып жатыр, қосылған кезде дискомфорт, ауырсыну, тағысын тағы. Повторно обследование жасаймыз и препараттарды уже коррекция жасаймыз бұл қызға. Так, көрейік. Прямо кіреберістен уже андай сухой екен көрініп тұршы.